Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат. Оқимын. Жаз кезінде өзіміз үйде барда күндізі біздің үйдің есіктері еш жабылмайды. Даладан жарықпен таза ауа кіргізіп, есік жабық болса мұрынды дереу бітеп қалатын көп иістен жанымызда сақтап тұрады. Егер бар болып қарынға тамақ салып алса, жан сақтаудың бұл таптырмайтын тәсілі, ал жоқ болса, оқасы жоқ. Адам тамақ ішпейде өмір сүре алатынын біз тәжірибеде көріп жүрген жандармыз. Есік жабық кезде үй ішіндегі адамдар біреуін-біреуі әзер көреді, дастархандағы тамақты әзер таниды. Әйнектерін кір басқан бір ғана ойық терезе үйге түсер жарықтың қас жауы. Әлгіндей терезеде желдеткіш бола ма? Есік жабық болса, еңсең басылып үйде емес, үңгірде отырғандай боласың. Таңертеңгі уақыт. Екі есіктің екеуі де жабық. Төр үйде сыз еденге төселген құрым киіздің үстінде төрт көзіміз түгел азанға шайымызды ішіп отырмыз. Шай емес-ау, ақ су. Төрт көзге кіретіндер әкем Ыдырыс, шешем Әсбет, тәтем әкемнің інісі Смағұл, ағайым Сатылған және мен. Бір үйде 5 жанбыз. Ауылдағы үлкен де емес, кіші де емес, орташа семья. Арық тізесі ағаштай сорайып, иегін тіреген аурушаң шешем жез шәугімнен ақ су құйып отыр. Еденге жая салған жамаулы шыт дастархан. Дастарханның дәл орта тұсында құрсаулы қоңыр жағал ағаш тостаған мен қара талқан қойылған. Тостағанда бір ғана ағаш қасық. Жұмыскер қасықта дамыл жоқ. Тостағанды шыр айналып әркімнің алдына бір барады. Әр ауызға талқанды бір жеткізіп қайтады. Әкем Ыдырыс кең өңеш, құмағай адам. Қасық оның қолына тиген кезде тостағандағы талқанның бір жамбасы үңірейіп қалады. Науқасшаң шешем қасыққа сирек қол созады. Жұтсаң кебек жұтқандай өңешті тұтқырлап ұстап қалатын дәмсіз қара талқанды ол дені сау біздерге ұқсап қарпып жей алмайды. Мүмкін болса, бір уыс, жарым уыс ақ талқанды өзіне бөлек жасап жейді. Бір түйір, жарты түйір тәтті табылса, аузының дәмін алып ақ суды сонымен ішеді. Мен ішерімді бағана ішіп болғам. Сонда да дастархан басынан тұрып кете алмай, жіпсіз байланып отырмын. Оның сойылдай мықты себебі бар. Кенет ауыл қазағының дағдысымен есік қақпастан екі адам салаң етіп кіріп келді. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, төрлетіңіздер. Ұзында қысқалы екі еркек аласа есікті денелерімен бітеп қалбиып тұр. Оның бірі тәпелтек бойлы жалпақ жігіт Ұзақбай, осындағы ауыл совет хатшысы. Екіншісі дембелше толық денелі ақсары жігіт Бейтаныс. Ұзақбайдың қолында папкасы бар. Мен оның папка ұстамай жүргенін көрген емеспін. Бейтаныс жігіттің де қолында кітап, қағаздары бар. Шайға келіңіздер, деп әке мен ағаларым былай-былай сырғып, тосыннан салаң ете қалған қонақтарға төрден орын босатысып жатыр. Папка қағаздарын төрдегі жүктің үстіне қойды да қонақтар отырысты. Бейтаныс жігіттің кигені қайырма жағалы сырт жейде, галифе шалбар, етік. Беліне жалпақ қайыс белбеу буынған. Басы қасқа бас екен. Жалтыр кең маңдайы ала кеугім үйдің ішінде жарқ ете қалды. Тосын кісілердің келуіне байланысты туған аз қарбалас маған жақсы болды. Дастарханның шешем жақ бұрышында шоғыр болып 4-5 тал домалақ арзан кәмпиттер жатқан. Манадан сұғымды қадап тұрып кете алмай отырғаным да сол еді ғой. Қолыма ілінген бір тал кәмпитті көз ілеспейтін жылдамдықпен қақшып алдым да мен дағы қонақтарға орын босатқан болып түрегеп кеттім. Ұры мысықша жымып есікке қарай жөнеп бардым. Дәл осы кезде Ұзақбай «Әй, тоқта!» деп дауыстап қалсын. Селк еттім, тоқтай қалдым. Қолға түсті деген осы. Ұзақбай үлкен басын әкеме қарай бұрып: «Ыдеке, мына балаңыздың жасы 8-ге толды ма? Нешеде?» «Қайтеді? Биыл біздің ауылда мектеп ашылады», деді Ұзақбай. «Мына кісі бала оқытуға келген мұғалім. Соған мектепке баратын балалардың тізімін алып жүредік». Мен дедім, қолға түспеген екем. Мектеп ашылады деген хабарға құлағым елең ете қалды. Менің жасым түгіл, өз жасынан жылда шатасатын момын әкем менің қаншада екенімді дәлдеп айта алмады. «Қайдам, Әспет білмесе», деп өзінен гөрі зейінді шешеме қарады. «Алдағы наурыз көжеде 9-ға толады. Рысжан күйеуге берілетін жылы туған», деді шешем. «Рысжан қайда, мұнда берілмеді ме?» «Мұнда емей-ақ, дәл сол жылы болатын.
Кебеже жәкемдікі бәріміз ана ар жақта қара судың бойында отырғанда туған. Молда қожаны құтырған ит талайтын жыл. Иә, шөп шабыс кезі болатын деп әкем есіне енді түсіре бастады. Бұның туған жылы қай жыл екенін айтсаңыз, мен есептеп шығарайын, деді Ақсары мұғалім. Ол салмақпен баппен сөйлейтін адам екен. Шешем менің тышқан жылы туылғанымды айтты. Қасқа бас мұғалім саусақтарын жұмып есептей бастады. Тышқан жылы болса, тышқаннан кейін сиыр 1, сиырдан кейін барыс 2, барыстан кейін қоян 3, қояннан кейін ұлу 4, ұлудан кейін жылан 5, жыланнан кейін жылқы 6, жылқыдан кейін қой 7, қойдан кейін мешін 8, биыл мешін, дұрыс айтасыз, балаңыз 8 жасқа толып, енді 9-ға қараған, оқу жасына толыпты. Қасқабас мұғалім тізімге жазбас бұрын, оқығың келе ме деп сұрады. Мен құлшынып, келеді дедім. Өмірі тіл сындырып, оқу-оқымақ түгіл оқулық дейтін нәрсені қолға ұстап көрмеген дұм қараңғы әкем үшін оқу, ол менің қолымнан келе қоятын нәрсе емес. Бала неме миы ашып кетіп жүрмесе деп, ол мұғалімнің бетіне шүбәлана қарады. Ашмайды, оқимын дедім мен. Біздің үйдегі бірден-бір оқудың дәмін татып көрген адам Сатылған ағайым. Ол бұдан 4-5 жыл бұрын осы ауданның Қолтық дейтін жеріне 3 класс оқып келген. Сатылған мені қостады. Оқиды.